Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Келе жатқан қадір түні құтты болсын. Бүгінгі видео айран ұйыту, қалай айранды дұрыс ұйыту керек. Менің оқырмандарым арасында көптеген комментариялар жазылған еді, және мен оқырмандарыма уәде берген едім, айранды мен қалай дұрыс ұйытатынымды. Ендеше видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Менің арнама тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Сіздер үшін бұл маңызды емес, бірақ мен үшін үлкен шабыт. Ендеше кеттік, айранды бірге ұйытайық. Мен бүгін биоспен ұйытамын. Сүтті кішкене жылытып алдым. 2 ас қасық биос салдым. Сіздер айранмен ұйытсаңыздар да болады. Айраныңыз ащы болса, азырақ қосуыңызды сұраймын, себебі бұл айранды ащы болып шығады. Енді бұл жақта 3 литр сүт. Осы сүтті мен қазір құйып жатырмын. Сүтті құйып болдым. Енді жақсылап араластырамыз. Оқырмандар араласпай қалса да айранымыз ұйымай шығады. Және жақсылап қалқпағын жауып, жылы жерге 5-6 сағат алып қоямыз. Содан соң тоңазытқышқа салып қойсаңыздар, айрандарыңыз күшті болады. Міне дәл биостағыдай шығады. Сіздермен болған Сәуле. Назарларыңызға рахмет.